Ауызашардың 28 күніне өте дәмді әрі тойымды жент жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ыдысымызға талқанымызды салып, үстіне қант саламыз. Кішкене тұз қосып араластырамыз. Бөлме температурасында жұмсақ сары майымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Сары май көбірек болғаны жақсы, сол кезде жент өте жұмсақ, дәмді болады. Осындай видеодағыдай болады. Содан соң қалауыңызша сгущенка қосып, оны да араластырамыз. Жентті қалауыңызша әртүрлі формада шоколад қосып та жасауға болады. Бірақ мен осылай видеодағыдай қолыма қысып осындай форма жасадым. Жент өте пайдалы. Ауыз бекіткенде тойымды болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Дұға тілектеріңіз қабыл болсын.